Оң жақ жауырын сүйегі оскапуля декстра. Жіктелісі бойынша жалпақ сүйектерге жатады. Бұның үш жиегін, үш бұрышын, екі бетін ажыратамыз. Сыртқа қараған жиегі марго латералис, бүйір жиегі. Ішке қараған жиегі немесе омыртқа жотасына қараған жиегі медиалды жиегі марго медиалис. Және омыртқа тілігі орналасқан жоғарғы жиегі марго супериор. Үш бұрышы, төменгі бұрыш ангулус инфериор, екі жоғарғы бұрышы. Яғни медиалды бұрыш ангулус медиалис, это ангулус латералис. Жоғарғы жиегінде инцизура скапуля жауырын тілігі бар. Одан латералдыға қарай бұратын болсақ, бүйірге қарай тоқпан жілікпен буындасатын буынды ойығы кавитас глиноидалис. Одан жоғары және төмен екі бұдыр тубероситас супраглиноидалис, тубероситас инфраглиноидалисті ажыратамыз. Одан қалған бөлігінен бөлініп тұратын жауырынның мойнағы коллум скапуля ажыратылады. Жоғарғы жиегінен бүйір жиегіне қарай иіліп тұрған құс тұмсық тәрізді өсінді процессус каракоидеусты көреміз. Енді қабырғалармен жанасатын алдыңғы беті фацес касталис және артқа қараған фацес дорзалисті ажыратамыз. Осы артқы бетінде оны екі бөлікке бөліп тұратын спина скапуля жауырын қылқасы бар. Ол алдыға қарай иіліп акромиондық өсінді процессус акромиалис немесе акромионды құрайды. Осы спина скапуля жауырынның артқы бетін ең үлкен төменгі шұңқыр және жоғарғы шұңқырға бөледі. Яғни фосса инфраспината, фосса супраспината.